Сәлем біздің каналға жазылушылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Астанада еліміздің басты шыршасы жағылды. Биіктігі 25 метр. Ол жүздеген шамшырақпен безендірілген. 750 метр гирлянд, 360 жарық шам және 900-ден астам шырша шары бар деп хабарлады қалалық әкімдік. Ол экспо көрме кешенінің алаңында тұр. Баршаңызға келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Қазақстанда 2023 жылдан бастап көпірлер мен жол айрықтарының жай-күйі дрондардың көмегімен тексеріледі. Дрондар жол қозғалысына кедергі келтірмейді, ал қашықтан басқару жолаушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейді. Ендігі кезекте биіктен құлап кету, өтіп бара жатқан көліктің астына түсу сынды қауіп-қатердің алдын алуға болады. Жүйелі тексеріс көпірлердің тозуы мен апатқа әкеп соғатын ақауларды ерте анықтауға әрі жоюға мүмкіндік береді, деп санайды министрлік. Жаңа көпірлерді 5 жылда бір, ескілерін 3 жылда бір рет тексеру қажет. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.